Күн жарық болсын. Сіздермен бірге сіз білесіз бе дәл. Кейде сөйлемде грамматикалық тұлғаның сәл ғана өзгеруі мағынаға елеулі нұқсан келтіреді. Мысалы, көрсеңіздер болады. Ол қате. Дұрысы, көрулеріңізге болады. Бір қарағанда екеуі де дұрыс сияқты. Бірақ қазақ сөйлеу тілінде әрекетті білдіру үшін шарттыра емес, әрекетке рұқсат немесе мүмкіндік беретін құрылым барыс септігіндегі етістік болады. Көмекші етістігі қолданылады. Яғни көруге болады, жазуға болады, тыңдауға болады деп айту нормативті дұрыс нұсқа. Ал енді тағы бір мысал. Жұмыс жеңіл емес, көп нәрсеге үйрендім. Ол қате. Дұрысы, жұмыс жеңіл емес, көп нәрсені үйрендім. Орыс тіліндегі многому научился тіркесінің ықпалымен қазақшада көп нәрсеге үйрендім деп қате айту жиі кездеседі. Қазақ тілінде бұл сөз табыс септігінде «ні» қолданылады. Өйткені үйрену әрекеті нені білдіреді деген сұраққа жауап береді. Қазақ тілінде грамматикалық тұлғалардың дұрыс қолданылуы ойдың анықтығы мен тіл мәдениетінің көрсеткіші. Әр септік пен көмекші етістіктің өз орны бар екенін ұмытпайық.